Қыстан аман есен шыққан солтүстік қазақстандықтар бір-біріне жылы лебіздерін білдірді. Нөмір 17-ші ұлттық өркендеу орта мектеп кешенінде де амал мерекесі аталып өтілді. Білім ошағына оқушыларды, ұстаздарды Әз-Наурыздың алғашқы күні көрісу мейрамымен құттықтауға ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының өкілдері келді. Меймандар арнайы ұйымдастырылған іс-шара барысында бүгінгі мерекенің шығу тарихын баяндап, салт-дәстүрлер жайлы әңгімеледі. Соның бірі тұмар әзірлеу. Ежелде ата-бабамыз амал мерекесінде тіл көзден аман болсын деген ниетпен көзмоншақ дайындап жақындарына тарту еткен екен. Бұл жолда 15 оқушы жалғады. Олар өз қолдарымен ерекше бұйым тікті. Қол өнерге үйретіп жатырмыз. Ұлттық тағам, жұма күні мысалы наурыз көже пісіру дегенді 18-ші мектепте сайыс болады. Және барлық осы наурызға байланысты қазақтың ұлттық дәстүрі, қазақтың ұлттық ойындары, қазақтың ұлттық өнерлері осы балаларға үйрету керек, осы балалар құндылықты сақтау керек деп оймен бүгінгі шараны өткізіп жатырмыз.